Сәлем. Егер саяхат қосымшасын алғаш рет қолданатын болсаңыз, онда бұл видео сіз үшін. Бұл жерге біз электронды почтамызды жазамыз. Жазып біткен соң регистрация батырмасын басамыз. Сол кезде почтаға хабарлама келеді құпия сандармен, оны көшіріп аламыз да қосымшаға қайтып енгіземіз. Одан соң атымызды және телефон номерімізді енгіземіз. Енгізіп болған соң сохранить батырмасын басамыз. Содан кейін осыларға рұқсат беріп шығамыз. Енді тапсырыс беру, бірінші біз тұрған жерді басамыз, сосын біз баратын жерді таңдаймыз. Такси шақыруға немесе доставка жасауға болады. Егер бармайтын болсаңыз тоқтатуға болады, бірақ та көп жасай берсеңіз блокқа түсесіз. Егер баратын болсаңыз жай ғана күтесіз такси заказды қабылдағанын. Бұл жерде сіздің таксистпен хабарламаларыңыз тұрады. Аяқта жаңалықтар. Бұл жерде біздің жеке ақпараттарымыз болады. Өзіміздің үйімізді, жұмысымызды таңдап қоюға болады. Енді жүргізуші болу. Машинаның маркасы және номерін жазу керек. Админдар қабылдауын тосамыз. Енді қабылдаған соң, егер жұмыс жасағыңыз келсе, режим работа қосасыз, сізге хабарлама келу үшін. Тапсырыс алмас бұрын ақшаны толтырып қою керек. Тапсырыс алу үшін работа деген батырма басасыз. Тапсырыс қабылдау. Жасылмен тұрған адам, ал қызыл ол адамның баратын жері. Адамға хат жазып немесе қоңырау шалуға болады. Тапсырыс берген адамға жеткен кезде «Я приехал» деген батырма басасыз. Ол адам отырған соң начать поездку батырмасын басу керек. Керек жерге жеткенде аяқтау деп басу керек. Адамнан жол ақысын аласыз, әр сапардан кейін комиссиясын өзі автоматты түрде алады. Осымен бітті, сау болыңыз.